салем. Бүгін мен мына тапочкамды әсемдеуге көшетін боламын. Мен алдын тігіп қойдым, мынандай әдемі маржандармен. Енді осының қасына мынандай гүл тоқып, бір шетіне әсемдеп қойғым келіп тұр. Енді осы гүлді тоқуды қазір сіздерге үйрететін боламын. Бізге қалдық жібіміз керек. Осы жіпті біздің тапочкамыздан қалған және 6-шы немесе 5-ші нөмірлі крючокты аламыз. Мына жібіміздің басын обработать етіп аламыз. Күйдіріп зажигалкамен. Енді 3 воздушный петля аламыз. 6-шы нөмірлі крючокпен тоқып бастадым. 1, 2, 3. 3 воздушный петля аламыз да соңын басымен қосамыз. Соединительный петлямен олай етіп. Сосын мына жерден бір петля подъем аламыз да, осы біздің мына тұрған домалағымызды айналдыра столбик без накидамен қоршап тоқып шығамыз. 12 столбик без накида болу керек бізде. 2 11 12. Енді мына тұрған соңын басымен соединительный петлямен қосамын. Сосын мына тұрған біздің ең соңғы петлямызды сәл үлкен қылып аламыз былай. Накид кигіземіз. Осы тұрған мына петля шыққан жерден жерге 2 накид кигіземіз. Біреу мына арасы накидтеріміздің бірдей болу керек. Мөлшерлері 2, 3. Үшінші накидті кигіземіз. Екінші тұрған петляға тағы да 3 накид кигіземіз. 2, 3. Енді осы петлямызды барлығын бірге тоқимыз. 3 бірге 3 тағы да воздушный петля аламыз. Енді осы соңғы тұрған мына біздің соңғы пышный столбиктер тоқылған петляға соединительный петлямен қосамыз да, келесі тұрған петляға столбик без накида тоқимыз. Осы жерден ұзын қылып шығарып аламыз петлямызды, сосын барып накид кигіземіз. Тап осы тұрған петляға 3 накид кигізіледі. 2, 3. Оның қасындағы келесі петляға тағы да 3 накид аламыз. 2. Накидтеріміздің ұзындықтары бірдей болу керек. Барлығын бірге тоқимыз былай. Сосын 3 воздушный петля аламыз. 3. Осының түбінде біткен жерімен қосамыз былай. Соединительный столбикпен келесі тұрған петляға столбик без накида тоқимыз. Соңғы петлямызды ұзынырақ қылып аламыз да. Негізі мына накид кигізген кезде накидтің мына басынан ұстап тұрған дұрыс. Себебі бірдей ұзындықта мына петлямен накид алу үшін. Накид кигізер кезде ұстап тұруға болады. Келесі екінші петляға 3 накид аламыз. 2, 3. Алтауын бірге тоқимыз. 3 воздушный петля аламыз. 3 міне төменге түсіп, мына тұрған соңғы тоқылған жерге соединительный столбикпен қосамыз. Келесі столбикке столбик без накида тоқып, соңғы петлямызды ұзынырақ қылып аламыз да, тап сол петляға 3 накид тоқимыз.
Мінекей менің екінші гүлім тоқылды. Жібімнің соңын қиып атсаңыз. Мінекей. Енді мына ортасын тоқимыз. Ортасын тоқу кезінде 3 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3. Сосын осы петляның ең соңғысын жоғары қарай кішкене тартып, жаңағыдай накид кигізетін қылып көтеріп аламыз. Накидті іліп аламыз да, мына тұрған ортасындағы тұрған петляға тоқимыз. 6 накид тоқимыз. 1, 2, осы бір петляға. 3, 4, 5, және соңғысы 6-шысы. Осы 6-ауын біріктіріп бірге тоқимыз. Тағы бір петля аламыз да, осы жерден біз тоқымамызды аяқтаймыз. Мінекей, жібімді қиып тастаймын. Енді мына тұрған жіптерін мына тұрған ортасына жалғастырып, арт жағынан шығарып, былай істен байлап қоямын түп жағынан. Мына тұрған гүлімізді кішкене былай қарай пышный қылып формасын келтіріп, қолымызбен дұрыстаймыз. Мінекей, былай. Міне біздің гүліміз шықты. Енді мен мынаны былай тігіп қойсаңыздар да болады. Болмаса жабыстырып, немесе брош қылып жасауға да болады. Әркімнің өз еркіне, мен бірақ тігіп қоямын деп шештім. Қазір тігіп қоямын. Міне менің әсемдеуім дайын болды. Осындай әдемі тапочка болды. Тапочка тоқудың мастер-классын осының алдындағы сабақтардан көре аласыздар. Сілтеме қалдырып кетемін. Міндетті түрде қарап өтулеріңізге болады. Менің видеомды толықтай соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын басып кетіңіздер. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.